Әкелер өздерінің зергерлік шеберлігін, ал балалары көмекшілік қабілетін көрсетеді. Бұл байқау ата-бабамыздан қалған асыл мұраны әке мен баланың бірлескен еңбегі арқылы жаңғыртылады. Зергер әке еңбекқор бала атты отбасылық шығармашылық байқауына қош келдіңіз. Бүгінгі байқауымызға Азаматұлы Арсенді әкесімен ортаға шақырамыз. Қатысушымыз Балтабайұлы Расылды әкесімен ортаға шақырамыз. Байқау барысы 4 кезеңнен тұрады. Бір тұрман бұл атқа міну үшін керек жабдықтар. Қазақ халқы ертеден атпен жүрген. Сондықтан ер тұрманды әдемі, берік, ыңғайлы етіп жасаған. Ер тұрман тек құрал емес, ол ұлттық мұра екен. Мен таныстырып кетем. Бұл тоқым. Тоқым аттың арқасына салынады. Ол жұмсақ, әрі атқа да адамға да ыңғайлы екен. Ал аттың басына тағылады. Атты басқару үшін жүген қажет екен. Ердің алға жылжып кетпеу үшін тағылады екен. Өмілдірік атты ұстап тұрады екен. Қан деп аталады екен. Құйысқан ердің атқа сырғып кетпеуіне көмектеседі екен. Құйысқан ерді бекітеді екен. Мен сендермен қазір атын тап деген қызықты ойын ойнағым келіп тұр. Ойынның шарты балалар суреттерге қарап, ер тұрман бөліктерін атын табасыңдар. Қазір мен сендерге жасырамын, бұл не екенін. Ал балалар болса сендер соның атын өздерінің әкелерімен бірге тауып маған айтып бересіңдер. Жүген деп атаймыз. Дұрыс. Аттың арқасына салынатын жұмсақ жабдықты не деп атайды екенбіз? Тоқым деп айтамыз. Дұрыс, Нұра. Алға жылжуын тоқтататын бөлік не деп атайды екенбіз? Өмілдік деп айтаймыз. Келесі ойынымыз ердің атқа сырғуына кедергі болатын бөлікті не деп атайды екенбіз? Құйысқан. Көрдің ба, Арсен? Қалай істеу керек екен? Сен барып, ақылды, тек маған мен ғана ұстайды, жай ма? Еңбекқор баламын, әкел тілін аламын. Зергер болып өскенде ақ жерді жазаймын. Бұл жұмыс арқылы біз ата-бабамыздан қалған зергерлік өлең жаңартқымыз келді. Әкем екеуміз біргеміз. Біз өлеңі мергеміз. Әдемі ер жасадық. Көп рахмет бәріңізге. Қайырлы күн. Бүгін біз баламыз екеуміз сымнан ер тоқым жаздық. Бүгінгі байқауда біз ең алдымен бірлесіп еңбек етуді үйрендік. Балам ер тұрманның әр бөлшегінің атын жаттап алды. Біздің жасаған бұйымыз берік әрі көркем. Болашақта балам нағыз шебер болады деп сенемін. Мынау тоқым аттың арқасына қоямыз. Жүгенбен аттың жүрісін басқарамыз. Құйысқан ердің құлап кетпеу үшін өмірзілік сызып кетпеу үшін сақтайды.